Ассалаумағалейкум, қайырлы күн ардақты ағайын. Алматы арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар. Студияда мен Қасымхан Талғатұлы және де сурда аудармада әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Алматыда сот үкімін орындауға шыққан жеке сот орындаушысы соққыға жығылды. Бұл бейне жазба әлеуметтік желіде желдей тарап кетті. Facebook, Instagram және WhatsApp әлеуметтік желілерінің уақытша істен шығуының себебі белгілі болды. Елордада ауа райы күрт бұзылып, 40-қа жуық көлік апаты тіркелді. Осы және өзге де ақпараттар жайында толығырақ. Алматыда сот орындаушысы өз қызметін орындау барысында соққы көрген. Ол тәртіп сақшыларымен бірге заңсыз салынған аймаққа барады. Құжатта көрсетілгендей, оны бұзу туралы бұйрықты ғимарат иесіне көрсетеді. Тосынан келген сот орындаушыларының бұл әрекеті қожайынға ұнамаған болуы керек. Сол жердегі бір қызметкердің бүйрек тұсынан ұрады. Ал соққыға жығылған сот орындаушысы қазіргі уақытта өзінің дін аман екенін айтып әлеуметтік желіге өз видеосын жүктеді. Все нормально, жив-здоров. Қазір менде бәрі дұрыс. Өз-өзіме келдім. Алаңдайтындай еш нәрсе жоқ. Соққа тыныс алу жолдарына тигендіктен демала алмай қалдым. Қазір бәрі жақсы. Ал ресми мәліметке сүйенсек, оқиға 4 қазанда болған. Бұл жайт видеоға түсіріліп, әлеуметтік желіде тез тарады. Өз міндетін орындау барысында соққы көрген қызметкер қылмыстық іс қозғау туралы арыз жазыпты. Қазір істің мән-жайы анықталып жатыр. Еске салайық, Алматыда осы жағдайға ұқсас оқиға 20 қыркүйек күні болған еді. Алатау ауданындағы борышкердің үйін тәркілеуге келген 5 адам ойламаған жерден көз жұмды. Оның екеуі тәртіп сақшысы болса, біреуі сот орындаушысы. Ал Facebook, Instagram және WhatsApp әлеуметтік желілерінің уақытша істен шығуының себебі белгілі болды. Желі инженерлері ақау маршрутизаторлар баптауындағы қате өзгерістерден болған мәлімдеді. Сондай-ақ қосымшаны пайдаланушылардың жеке мәліметтеріне ешқандай қауіп төнген жоқ деп сендірді. Еске салсам, әлеуметтік желілерде ақау елімізде кеше кешкі сағат 9:30 шамасында басталған. Қосымшалардың жаһандық сәтсіздігі туралы хабарламалардан кейін Facebook'тың негізін қалаушы Марк Цукерберг 6,6 миллиард доллардан айырылды. Миллиардер планетаның ең бай адамдарының тізіміне 6-шы орынға түсіп кетті. Айта кетейін, әлем бойынша күнделікті тек Facebook'те 2 миллиардтай адам отырады. Ал Атырауда жол ережесін жиі бұзатын 3 миллион теңгеден астам айыппұлды арқалап жүрген 77 шетелдік көліктің иесі табылды. Оның 56-сы Ресейден, 19-ы Армениядан әкелінген. Қазір жауапкершілікке тартылғандардың темір тұлпарлары арнайы тұрақта тұр. Соңғы 15 күннің ішінде өзге елдің көліктері 1000-ға жуық ереже бұзған. Әлеуметтік желілерде көбінесе тұрғындар тарапынан шетелдік автокөліктерге қатысты олардың жол ережесіне бағынбайтындығы туралы арыз шағымдар кетті. Басым көпшілік жол ережесін бұзу фактілері бұл қауіпсіздік белдігін тақпау, жылдамдықты асыру және жаяу жүргіншіге жол бермеу. 3 жүргізуші мас күйінде көлік құралын басқарғаны үшін сот шешімімен көлік басқару құқығынан 7 жыл мерзімге айырылады. 1500-ден астам талапкер Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы гранттарынан бас тартты. Енді ол жазда грант алу үшін ұпайлары аз адамдар арасында таратылады деп хабарлады ұлттық тестілеу орталығы. Иегерлері бас тартқан гранттар қайтадан білім министрлігіне келіп түседі және республикалық конкурстық комиссияның шешімі бойынша балл бойынша келесі талапкерге беріледі. Атап айтар болсақ, биыл бакалавриат бағдарламасы бойынша 1502 адам, магистратураға бағдарламасы бойынша 32 адам гранттан бас тартқан. Бұл ретте Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университет көш бастап тұр. Одан кейін Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, академиялық Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің талапкерлері конкурспен жеңген гранттарын пайдаланбаған. Ал Елордада ауа райы күрт бұзылды. Қалың жауған қардың салдарынан автобустар қозғалыс кестесінен кешігіп, жолдарда көлік кептелісі орын алды. Небәрі бір тәулікте 96 жол көлік оқиғасы болған. Бұл өткен күндермен салыстырғанда анағұрлым көп дейді жол полицейлері. Ауа райы бұзылғанға дейін тәулігіне қала аумағында 40-қа жуық көлік апаты тіркеліп келген.
Қазіргі уақытта таңертеңнен бастап қазіргі уақытқа шейін 75 жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның ішінде айтатын болсақ, Нұр-Сұлтан Қарағанды тас жолының бойында Мерседес маркалы автокөлік, Тойота маркалы автокөлікпен соқтығыс жасап, соның салдарынан автокөлік аударылды. Бірақ та ол жерде қатты жарақат алған, не болмаса қайтыс болған адамдардың қатысуымен жол көлік оқиғалары тіркелмеген. Ал Қазгидромет алдағы 3 күнде ел аумағының басым бөлігі жауын-шашын мен ауа температурасының одан әрі төмендеуіне әкелетін солтүстік батыс антициклонның ықпалында болады деген болжам жасауда. Сонымен қатар қар аралас жауын және тұман, көктайғақ бұрқасын болады деп күтілуде. Ал Алматы қаласында ертең қар жауып, күндіз +4 градусқа дейін ауа температурасы төмендейді. Ал елордада автобустардың кешігуіне көлік апаттарының көбеюі бірден-бір себеп болып отыр дейді жауапты компания өкілдері. Қоғамдық көлік жолағы жоқ жүктелген учаскелер автобус аралықтарының бұзылуына көбірек бейім болып отыр. Жолдарда жол көлік оқиғалары жиіліп кетті. Оның ішінде қоғамдық көліктің қатысуымен де бар. Барлық жүргізушілерден барынша мұқият болуды, қауіпсіз қашықтықты сақтауды, жылдамдық режимін таңдауды және тежеуді күрт басудан аулақ болуды сұраймыз. Жалғастырамыз. Елімізде карантиндік шаралар жеңілдесе де COVID-19 індетін жұқтырғандар саны әлі де азаймай отыр. Мәселен, өткен тәулікте 1624 жағдай тіркелді. Аталмыш аты жаман індеттен 39 адам көз жұмыпты. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметінше Алматыда 328 адам, Нұр-Сұлтанда 287 адам індетке шалдыққан. Сондықтан да құрметті телекөрермендер, тиісті сақтық шараларын сақтап, жақындарыңызға жанашыр болыңыздар. Саулық сақтықта. Ал Ресейде коронавирусты жұқтыру саны бойынша антирекорд тіркелді. Ресми мәліметтерге сәйкес өткен тәулікте 26 мыңға жуық адамға COVID-19 диагнозы қойылды. 890 пациент қайтыс болды. Осыған байланысты Ресей өңірлері жаңа шектеулер енгізуде. Мысалы, Уфа мен Пермь өлкесінде QR-код жүйесі қайтадан іске қосылды. Псковта барлық спорттық және діни шаралар тоқтатылды. 65 жастан асқан адамдар үшін өзін-өзі оқшаулау міндетті болып табылады. Ханты-Мансийск автономиялық округінде және Ростов облысында бюджетті қызметкерлер қашықтан жұмыс істеу форматында ауыстырылады. Алматыда мешіт жамағаты арасында футбол лигасының финалдық кезең өтті. Аталмыш турнирге қаладағы барлық 52 мешіттен 300-ден астам команда қатысып, соның 8-і ақтық кезеңде ойнады. Нәтижесінде бағы мен бабы қатар келісіп, 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар атанған жарыс жеңімпаздары қомақты қаржылай жүлдеге ие болып, 1 миллион теңге ұтып алды. Әріптесім өрбітсін. Алматыда жастарда салауатты өмір салтын ұстануға насихаттайтын футболдан сайыс өтті. Маусым айынан бері іріктеуден іркілмей аудандық мешіт жамағаты құрамалары арасынан сүрінбей өткен үздік 8 команда өзара бақ сынасты. Ұйымдастырушылардың айтуынша жарысқа түрлі діни көзқарастағы азаматтар да қатыса алады. Осы мешіт жамағатын бір-бірімен араластыру, таныстыру, теріс ағымның алдын алу, сол теріс ағым жетегінде жүрген азаматтарды да осындай спорттық сайыстарға тарта отырып, бейімдеу. Тартысты өткен турнирдің финалында Медеу ауданы әуесіппен ойнап пенальти сериясында жеңіске жетті. Ал үздік үштіктен Бостандық ауданы көрінді. Осылайша топ жарған командалар дипломдармен марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болды. Ұйымдастырушыларға мың алғыс. Осындай керемет деңгейде жарыс ұйымдастырып жатыр. Алматы қаласының бас имамына мың алғыс, Алла разы болсын. Шара соңында Алматының бас имамы қаланың дамуына үлес қосып, белсенділік танытып жүрген 8 ауданның имамына да алғыс хаттар табыстады. Біздің шарамыздың мақсаты жалпы осы мешіттің жамағатын осы сауатты өмір салтына тарту, насихаттау, спорттық шараларға белсенді түрде шақыру. Айта кетейік, мұндай спорттық сайыстар мешіт жамағаты арасында 2017 жылдан бері өтіп келеді. Мерей Қанапиянов, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Алматыда аралас жекпе-жектен халықаралық NFC 34 турнирі өтті. Бәсі жоғары додаға ел атынан 11 спортшы қатысып өздерін сынап көрді. Сайыстың басты жаңалығы Ем1 Глобалдың бұрынғы чемпионы Арман Әшімов октагонға қайта оралып, кезекті қарсыласын нокаутқа түсірді. Ал кештің басты кездесуінде Ресей атынан өнер көрсеткен қандасымыз Серік Разғалиев қырғызстандық қарсыласын бірінші раундта құлатты. Әріптесім жалғастырсын.
Алматы аренаға жиналған халық кезекте жекпе-жектің куәсі болды. Бұл жолы ұйымдастырушылар 13 кездесу өткізіп, барлығы 26 спортшы қатысты. Олардың арасында Арман Әшімов пен Шыңғыс Қайранов сынды беткестар файтерлер бар. Нәтижесінде октагонға шыққан 11 спортшымыздың 9-ы жеңіске жетті. Нокаутпен жеңуге болатын еді, бірақ мен өзімді сынау мақсатында дальше алып жүре берейін дедім. Ана өздерің байқаған шығарсың, бір жерде соққым қаттырақ тиіп кетті. Мен ұрайын деп барып, өзім тоқтатып қалдым. Бұл осы жерге төліп жатқан спортшылардың өзіне бір үлкен мотивация деп ойлаймын. Осындай халықпен өткен жарыстар. Енді шетелдегі ақш-тағы өтіп жатқан жарыстардан кем емес деп ойлаймын. Ал араға 2 жыл салып, октагонға қайта оралған Арман Әшімов пен тәжікстандық Асадулла Рустановтың арасындағы жекпе-жек ұзаққа созылмады. Спортшымыз алғашқы раундта қарсыласын нокаутқа жіберіп, бір соққымен сұлатып түсірді. Осыдан кейін жаттығу жасап, сол қалыпқа келіп, осы жаңа жылға дейін енді Саят айтты ғой, Алла бұйыртса жекпе-жек береміз деп. Енді үміттене күтеміз. Аралас жекпе-жекті тамашалауға келгендердің арасында еліміздің беткестар спортшылары Шафхат Рахмонов пен Ардақ Назаров және Садрадин Ахметов пен Жұман Жұмабеков бар. Айта кетейік, Алматы аренада өтіп жатқан жарысты тамашалау үшін ашық бағдарламасы арқылы көрермендердің 50%-на кіруіне рұқсат. Ал ұйымдастырушылар мұндай жарыстарды алдағы уақытта Шымкент, Түркістан және көршілес мемлекеттерде өткізуді жоспарлап отыр. Мерей Қанапиянов, Санғали Маңайтпасов, Алматы телеарнасы. Мінеке ардақтағайын әзірге айтарымыз осы, кешкі жаңалықтарда жолыққанша аман сау болыңыздар.